Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Мен сіздерге бүгін осындай дәмі ерекше, қан көбейтетін құрамында дәрумендер бар қызылша салатын рецебін ұсынғым келеді. Ең алдымен осылай барлығын жуып тазалап, қайнатып, пісіріп аламыз. Содан соң оның қабығын жақсылап ашып, тазалап аламыз. Енді біз үкішіміздің осындай жіңішке көзін алып, жақсылап өткіземіз. Осының үстіне орташа 2 алмамызды алып, оны да үкіштен өткіземіз. Мінекей өткізіп болдық. Енді осының үстіне қара мүйізімізді жуып тазалап дайындап аламыз, және грек жаңғағымызды майдалап турап дайындаймыз. Қара мүйізімізді орташа қылып тураймыз. Енді біз салатымыздың үстіне салып бір араластырамыз. Осының үстіне бір банкі жүгерімізді саламыз. Майонезімізді барлығын бірден салмаймыз, себебі көп болып кетуі мүмкін. Сол үшін араластырып отырып, майонезімізді саламыз. Осылай көріп аламыз. Мінекей, бізде салат дайын болды. Өте әдемі шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Дәмі ерекше шығады және қан көбейтуге пайдасын тигізеді. Сіздермен Фариза, лайк басып, пікір қалдырыңыз.